Жалпы осы қысым басталғаннан кейін, пайғамбарымызға қолдары жетпегеннен кейін, бұлар пайғамбарымызға ең жақын Абу Бакр деп, Абу Бакрды өте қатты соққы қалған. Абу Бакр күніге қиыншылық шеккен. Өте қиын жағдайда сондай тап болған Абу Бакр радиаллаху анху пайғамбарымызға деген адалдығы, пайғамбарымызға деген махаббаты, хақ дінге деген махаббаты сыналды. Міне осы қиыншылықтардың кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен ақылдасып сөйлесіп отырған кезде рұқсат сұрап пайғамбарымызда сенде біраз уақыт Эфиопияға қоныс аудара тұрсаң жақсы болар еді дейді Аллах елшісі. Сөйтіп Абу Бакр бел байлап Эфиопияға қарай жол ұстайды. Содан бір 10 шақырымдық жер, 2 күндік жер деп келген бір риуаятта, сапарында сол 2 күндік жер, Меккеден 2 күндік жерге жетіп қалған кезде, сонда бір кісіні кездестіреді. Ибн Удағина деген кісі, ол да өз руының жаңағы көсемі, Құрайштардың арасында беделі бар, сөзі тыңдалады, ұсыныстары қабылданады айтса. Сонда Ибн Удағина жалпы Абу Бакрды таниды, өйткені қоғамдағы өзі бір зиялы жақсы адамдар белгілі болып тұрады Меккенің сыртындағы ауыл аймақтарға. Содан Ибн Удағина айтады: Абу Бакр қайда кетіп бара жатсың дегенде, сол елім болып шықты. Алла тағалаға еркін түрде құлшылық қылғым келеді. Алла тағала жері кең дегеннен кейін, сол Алланың кең жеріне барып, өз еркіммен сондай бір тыныштықта Раббыма құлшылық қылсам ба деп кетіп баратқан сапарым ғой дейді. Сонда Ибн Удағина айтады: сен секілді адам Меккеден кетсе, Меккеде жақсылық деген таусылды деген сөз ғой дейді. Сен секілді адам кетпейді о жақтан. Сенің қасиеттерің, жаңағы беделің, істеп жатқан амалдарың барлығы белгілі. Сен сияқты жақсы адамдар кете берсе де болады. Мен Құрайштың дөкейлерімен өзім сөйлесем, менің қорғаныма кір, мен сені қорғаймын деп Меккеге қарай жаңағы алып келеді. Абу Бакр екеуі бірге келеді. Абу Бакрмен бірге келгеннен кейін әрбір дөкеймен сөйлесіп шығады Ибн Удағина. Ол Абу Бакр сияқты адам деп жаңағы біраз бедел жақсы сөздерін айтып, бұндай адамды қайтып шығарып жібересіңдер сендер елден. Сосын олар айтады: бұл Мұхаммедке адал, қай жерде жүрсе Құран оқиды. Біз бұдан қауіп сеземіз. Қаншалаған адамдар Құранды естіп, атасының дінінен адасып кете ме деп қорқамыз. Сосын айтады Ибн Удағинаға: жақсы, біз сені сыйлаймыз, сен қорғаныңа қабыл алсаң, біз көнейік, бірақ бір шартпен, Абу Бакр үйінен шықпасын. Құлшылығын жасаса да, Құранын оқыса да, дұғасын тілесе де үйінде істесін, сыртқа шықпасын дейді. Сөйтіп Ибн Удағина келіп Абу Бакрға айтады: осылай келістім, осындай шартта деп. Абу Бакр үйіне келіп, сөйтіп біраз күндер жаңағы құлшылығын жасап, сол Құранын оқып, Құран оқығанда да Абу Бакр жаңағы сахабалардың енді кез келгені сондай ғой, Құранды жүрекпен оқитын адамдар, Құран оқып бастап жатып жылайтын адамдардың бірі осы Абу Бакр. Ары қарай жалғасамай қалатын, бір аяттың тұсында тұрып қала беретін адамдардың бірі осы Абу Бакр радиаллаху анху. Не бұған көңіліне сыймайды бұндай нәрсе. Еркіндік деген нәрсе жеңіп тұр. Содан үйінің қасында ауласына келіп бір үлкен намазхана салып алады өзіне. Жаңағы мешіт өзінің үйінің ауласында, енді Қағбаның қасына жақындатпайды. Осындай жағдай болып отқаннан кейін сол жерге өзі құлшылығымен жаңағы пайғамбарымызға, жаңағы сахабаларға бұйырылған түнгі намаз бар. Сол түнгі намаздарын оқу, Құран оқу, дауыстап оқығысы келеді Құранды мысалы. Сондай жағдайлар болып отқан кезде көптеген жаңағы көрші, айналасындағы көршілерінің әйелдері, бала шағалары, жалпы енді меккеліктердің өзі әрбір екінші адам ақын болғандықтан, андай әуенмен оқылып жатқан сондай жаңағы Құран олардың жүректерін тартып, сол барып бәрібір сол үйінің айналасында тұрады олар.
Бала да тыңдайды, әйел де тыңдайды. Ананың жылағаны, оның намазда тұрған түрі, жылап атқан нәрселері күллісі әсер етеді оларға. Үйіне келген кезде үйлерінде әңгіме өзгереді кішкене. Ол сендер солай деп жатсыңдар, бірақ бұл ондай емес қой. Мұхаммед және оның қасындағы адамдар салыстырам. Ана оқып атқан нәрсесі қандай жақсы деген кезде жаңағы дөкейлер көтере алмай қайтадан жиын жинап, Ибн Дағинаны шақырыңдар деп Ибн Дағинна келеді. Сен бізбен келіскен кезде біз шарт жасасқанбыз. Бұл тек үйінің ішінде істейді бәрін, сыртқа істемейді. Бұл бізді күллі әйел бала шағамызды азғырып бітті. Міне, өзіміздің дінімізден адастырып бітті мынау. Күллісі әсерленіп, үйдегі әңгімелерді өзгеріп жатыр. Сондықтан біз бұны бұлай жалғасуын қаламаймыз. Сен егер өзің біздің алдымыздағы абыройыңды жоғалтқың келмесе, дейді Ибн Дағинаға айтады, сен онда қорғаныңды қайтар. Сосын Абу Бакрге келіп Ибн Дағина айтады, Абу Бакр, біз келіскенде осылай келістік қой. Енді сен үйіңде ғана боласың деп, енді мына сыртқа шыққан нәрсені доғармасаң, онда жаңа қорғанымды қайтарып бер. Мен қаламаймын осындай бір адамды қорғай алмай, осындай бір абыройсыз болып қапты деген сөз маған керек жоқ. Сосын Абу Бакр айтады, мен сенің қорғаныңды өзіңе қайтардым, сөзсіз маған о бастан өзі Алланың қорғаны жеткілікті. Сөйтіп жаңағы нәрсесін жалғастырады. Құранға деген махаббаты, Құранды оқу махаббаты, Алла Тағалаға деген ықыласын жаңағы қоғамда ашық ұстағысы келді. Бұндай нәрсені бір жасырып ұстау деген көңіліне сыймады. Сондай-ақ сыртқа шығып келе жатқан кезде Абу Бакрдың басына жаңағындай топырақ шашып кететін адамдар болған. Кәдімгі келеді де бүйтіп басына топырақ тоқып кетеді. Неше түрлі осындай бір сахабаларға зиян жапа шектіріп жүрген кездер болады. Сонда Әл-Уалид ибн Мұғирамен жолда кездесіп қалады, қарашы әні, сендердің адамдардың бірі міне басыма топырақ тоқып кетті. Осы ма сендердің тәлім тәрбиелерің дейді. Сонда Әл-Уалид ибн Мұғира айтады, енді сен өзің ғой бұндай тағдырды басыңа сұрап алған дейді. Сонда Абу Бакр күлімдеп Раббысына қарай жаңағы сыйынып, Алла, Раббым, не деген ұстамды едің дейді. Әрбір мұсылман ұстамдылықты өзіңнен үйрену керек екен ғой. Не деген ұстамды едің, Раббым дейді. Яғни қиыншылық деген нәрселер, құрметті жамағат, бара-бара бұл сахабалар қиыншылықтар күннен күнге күшейе берген сайын, кейде адам ойлайды, мысалы сырттағы адамдар ондай қиыншылық басқа келмегеннен кейін, ондай нәрсені көрмегеннен кейін ойлайды, бұл күннен күнге қиыншылық болып жатқан сайын адам одан сайын қорқып, әлсіреп жататын шығар деп. Жоқ, керісінше бұл сахабалардың қадір қасиеті, құрметті жамағат, күннен күнге қиыншылық күшейген сайын, қиыншылық деген нәрсе қарапайым нәрсеге айнала бастады. Қарапайым нәрсе. Ол нәрсені дүрліктіретін, не істеп алсыңдар бізбен деген сөз жоқ ондай. Өйткені хақ пен жалғанның арасында күрес болып отыр. Жалғанның істеп жатқан нәрсесі сол, жалған иелерінің да. Ал хақ ұстамды. Өйткені Раббысы сахаба пайғамбарымыздың өзінен бастап фасбир, сабыр ет ей пайғамбар. Фасбир аля ма яқулун, айтып жатқан нәрселеріне сабыр ет. Уахжурхум хажран жамиля, жаңағыдай топырақ сеуіп кетті ме үстіңе, әдемі түрде тастап кетті дейді оны. Өйткені бұл білімнің иісі да, анау істеп жатқандары білімсіз надандықтың иісі да. Білім мен білімсіздік тең болмайды ешқашан. Көрдіңіз ғой? Міне осындай жағдайлар, осындай қасиеттер олардың бойына, сүйегіне қарай жаңағы тереңнен сіңіп жатты.